Ұқсайсың менен бір туғанға, ұқсайды мінез құлқың бір туғанда. Анамның саусағынан табы түскен ағатай жан қалтаңда құртың бар ма? Анамның саусағынан табы түскен ағатай жан қалтаңда құртың бар ма? У меня была такая ситуация, мне позвонили и сказали, на вас хотят оформить кредит с Хоумбанка, его надо обратно перевести в Хоумбанк. Потом я узнаю, что на меня оформили кредит около 3,5 миллиона. Для меня это был сильнейший удар. Потом я узнала, что есть Қарызсыз қоғам. Позвонила туда. Юрист меня проконсультировал, сказал, что выйдет скоро закон. Я уже даже хотела на себя наложить руки от этого дела, потому что у меня каждый день в доме была ссора. Я не могла мужу сказать. У меня 2 детей, которые один студент, один учится в 10 классе. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190 бабында көрсетілгендей, қазіргі таңда алаяқтық қылмыстық істер өте көп орын алуда. Мәселен, Шу ауданында осы ағымдағы жылы 40-қа жуық алаяқтық қылмыстық істері орын алған. Қылмыскер өзінің қылмысын осы интернет желісі арқылы көптеген осы Шу ауданы тұрғындарына телефон шалу арқылы, өзінің банк қызметкерімін деп таныстыру арқылы, олардың сеніміне телефон арқылы кіріп, оның атынан несие рәсімдеп, олардың атына көптеген, яғни 10 миллионға дейінгі, 15 миллион, 5 миллионға дейін, 25 миллионға дейінгі сомада несие рәсімдеп, алаяқтық жолмен ақшаларын рәсімдеп алуда. Одан кейін барып қазіргі таңда Қазақстанда өткір мәселе бұл кибералаяқтармен күрес болып жатыр. Осы жоба аясында алаяқтардың және қаржы пирамиданың тұзақтарына түспеу жолдары түсіндіріліп жатады. Енді қазіргі таңда алаяқтарға алданған адамдардың саны көбейіп келе жатады. Бұлар көбісі онлайн кредиттер рәсімделген. Әрине жобаға келген қатысушылар өте күйзеліс жағдайында келіп жатады. Сұрайтын кеңестерін, жауаптарына біз түгелде жауап беріп жатамыз. Сонымен бірге құқықтық бөлімнің мамандарымен кеңес беріліп түгелде сүйемелдеу жүргізеді. Енді бұл Қарызсыз қоғам жобасы қазіргі таңда Жамбыл облысының барлық аудандарында және Тараз қаласында жүзеге асып жатыр. Осы алаяқтарға алданған тұлғаларға көбінесе бұл кеңес болады, қайда жүгінуге болады, алаяққа алданған уақытта құзыретті органдарға арыз түсіруге құқықтық бөлімнің мамандары көмектеседі.